Алла тағала айтады Құран кәрімде: "Ақимус салата ли зикри". Алланы мені еске алуларың үшін дейді, намаз оқыңдар дейді. Сондықтан намаздың өзі негізі Құдайды еске алу, қияметті еске алу, өзіңді жалғыз сезіну. Ал бұның біреуі жоқ па онда? Біз өзімізді алдамауымыз керек. Сондықтан адам жан дүниені тазарту керек. Адам екі нәрседен тұрады: дене және рух. Дене жуумен, саунаға барумен, парға түсумен, ысқыланумен, киімің порошокпен жуумен тазарады. Ал рух немен тазарады? Жүрек немен тазарады? Сондықтан адам жүрегі тазармай, ол ғибадат жасап жүрген адам ләззат алмайды. Дұрыс киімі тап-таза, дәреті бар, шариғат көрсеткендей. Бірақ рух таза емес. Рухта дәрет жоқ. А ол немен? Алланы еске алумен, Құран оқумен тазарады. Жүректің ауруы бар. Мысалы біздің бақайымыз сыздаса, болмаса мына тісіміз қақсаса, біздің тыныш жата алуымыз мүмкін бе? Біреу тіс қақсап көрген ғой, көбісінде біледі. Сол кезде сен намаз оқып көр, немесе бір дүниені ойлап көр. Сенің ерсіл дертің анау ауруды қалай басудың қамын жасайсың. Сол сияқты мына жүректің де дерті бар да. Анау сыздап атады, қақсап атады, біз жүре береміз. Ол жүректің дерті: көралмаушылық, қызғаншақтық, менмендік, нәпсі құмар, дүние құмарлық, қатын құмарлық, анау мынау кете береді. Біреуден артық болсам, біреумен кішкене төмендеу болса, бұның бәрі жүректің ауруы. Сондықтан біздің көгермейтініміз сол. Сосын айтады: намаздан ләззат алмаймын. Қалай ләззат аласың сен? Сен жүрегің ауырып тұр ғой, сенің жүрегің ауырып тұр. Сенің жаңағы бақайың сыздап, тісің сыздаған кезде қалай мазаң болмаған сияқты, сенің денең сап-сау, киімің тап-таза, үйің бар, жағдайың бар, бірақ айтасың бір мазаң болмай тұр дейді. Потому что сенің жүрегің сыздап тұр ғой. Сен жүрегің қақсап тұр сен. Нагрузкамен жүре береміз. Сөйтіп бір күні әлгі ауру жарылған кезде не істейді? Намазда қалады. Намаз оқып жатып, саудам жүрмей жатады, болмайды дейді. Құдай болса, бітті адам. Бітті, жеткен жер сол. Намаз оқып жүрмін, бір жолың болмай қалды. Не, сен жолың болу үшін оқып жүрсің ба? Міндеттісің сен Құдайға оқуға. Қойт қазір сен жаныңды алам десе, сен міндеттісің Құдайға Аллаху акбар деп тәкбір алып намаз оқуға. Құдай саған міндетті емес, сен намаз оқыдың ба, жаңа саудаңды жүргізіп жүру, ісіңді жүргізіп жүру. Адамзаттың ұлығы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ағаштың қабығын жеп кеткен. Алла бізді олай сынап атқан жоқ. Ибрахим алейхиссалам балаңды сой деді, өз 80 жасқа кеп көріп тұрған баласын. Ол оңай сынақ емес. Кімбіз біз Құдайға бір нәрсені міндеттейтіндей, біз кімбіз? Іштен емес, қазір ауаны тоқтатып қойса, түн шығып өліп қаламыз өшір. Есіктен шығып үлгермейміз. Ама көзімізді көрсетпей қойса не істейміз? Кез келгендер көрсете алмайды сен көзіңді. Ал құлақты естіртпей тастады. Адам шүкір ету керек. Сенің саудаң жүрмеген, сенің ісің жүрмегенмен, сенің жүрегің Алла деп қағып тұр ғой. Сенің жүрегің Алла деп қағып тұр.